Сәлем достар, қалайсыздар? Мен каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Камила. Және де мен сіздерге бүгін бір күшті бір лайфхак деймін ба, или қалай айтсам болады, өте пайдалы, біздің ислам дінімізде, хадисімізде өте сауапты іске қалдыратын әжуа жемісі туралы айтқым келіп тұр. Әжуа құрмасы туралы. Әжуа құрмасы бұл Құранда да жазылған, хадистерде әжуа құрмасын кім таңертең таң азанмен ұйқыдан ояна салып 7 штук, яғни 7 дана әжуа құрмасын жейтін болса, онда сол күні ол адамға ешқандай да сиқыр, және де зияндық заттар, және де жын, пәлекеттер, және де улы заттарды ешқандай жоламайды екен. Және де хадистерде келтірілген әжуа құрмасы бұл жұмақтан түскен жеміс деп. Және де бұл пайғамбарымыздың ең сүйікті жемісі болып табылады. Сол әжуа құрмасын мен өсірдім үйде. Және соны сіздерге қалай өсіргенім туралы көрсетпекшімін. Ал ендеше бастайық. Бірінші мен әжуа құрмасын сонау Меккеден алып келді маған. Қажыларымыз біздің әпкеміз алып келді Меккеден әжуа құрмасын. Әжуаны біз жедім. Мен алдын ала сыртын тазалап қойдым. Көрсеңіздер болады. Сыртын тазаладым жақсылап тұрып. Сосын бұл әжуа құрмасын тез өсіру үшін біріншіден суға салып қою керек. 24 сағат бұл суда тұру керек. Міне достар, менің әжуа құрмаларым сонау қасиетті Меккеден келген әпкелеріміз алып келді бұны. Сондай қуанышты болдым. Алла разы болсын ол кісілерге. Міне достар, осылай салып қоясыздар. Суға 24 сағат бойы өстіп суда тұру керек. Бұл құрма өзі сосын ісіп шығады. Сосын достар, 24 сағат қойғаннан кейін әжуа құрмасын сіздерге кәдімгі мынандай салфетка керек, қағаз салфетка. Достар, біз бірінші мына салфетканы сулап алуымыз керек. Достар, міне су шашамыз жақсылап тұрып суды шашасыздар. Содан кейін барып әжуа құрмамызды аламыз да ортасына қоямыз, сөйтіп жай жабамыз бетін. Содан кейін тағы да су шашу керек. Су шашып болғаннан кейін менде зип пакет бітіп қалды. Сондықтан кәдімгі пакетті алдым. Осының ішіне қазір саламыз. Осылай пакетке салып болғаннан кейін қараңғы жерге қоясыз. Сіздерге көрсетейін, жаңа қойғанымыз менің әжуа құрмам. Осындай зип пакет қой, мен сіздерге айтқаным. Осындай зип пакет бұл керек, өте ыңғайлы. Менде лимонда осылай өседі. Осындай процесспен өседі. Достар, примерно 2-3 аптадан кейін осындай тамыр өсіп шығады. Достар, содан кейін тамыр шығады ғой. Тамыр шығып болғаннан кейін мына жерге углубление жасаймыз да. Кішкене шұңқыр жасап, осы жерге тамыр шыққан жағы дәнекті қоясыз құрманы. Содан кейін үстінен жай жауып қоясыз былай. Жай жауып қоясыз. Суды жақсылап тұрып құйып аламыз да. Содан кейін барып баклажканың төбесін немесе пакетпен де жауып тастауға болады. 2-3 аптада өзі әдемі болып өсіп шығады. Көрсеңіздер болады, менің мынау әжуа құрмаларым 2-3 аптада осылай тамыр өсіп шықты. Мына жақта 1, 2, 3, 4-шісі де шығып келе жатыр, Құдай қаласа. Ал достар, вуаля, мен әжуа құрмаларым өсіп шықты. Ал достар, сіздерге видео ұнаған болса, сіздерден әлбетте лайк және подписка, комментарий күтемін. Және де біргелікті қазақ тілді контентті қолдайық, және де комментарий қалдырайық, поделиться батырмасын басып, бұл видеоны барынша таратайық. Және де сіздерде әжуа құрмасын не сияқты өсіре аласыздар. Бұл өте оңай. Алланың қалауымен сіздерде де әдемі болып, пальма болып өседі.